Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін сабағымыз жарықтың шағылу құбылысы және оның кескінделуі. Көбіміз білеміз, ұбт-дан кейбір есептерде нұсқасына ішін нақты, төңкерілген, үлкейтілген деген сияқты жауаптарды қойып қалады. Біз оны қай жақтан шыққанын білмейміз. Соны бүгін сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Оған біз бірінші координата сызып аламыз. Сол координатада мынау біздің берілген затымыз, оның биіктігі h деп аламыз. Ол бас осьтен 5 клеткада жатады, ал оның фокусы 3-ші клеткада. Сәулелердің шағылуын біз 3 сәуле арқылы қарастырамыз, олардың шағылу кескінін. Біріншісі бас оптикаға параллель. Міне мынау бас оптикамыз біздің. Осы бас оптикаға параллель. Одан кейін линзаға келіп, мына жерде линза бар. Осы линзаға келіп шағылған кезде мынау фокустың, мына жақтағы фокус, екеуінің арасы бірдей, міне. Осы фокус арқылы шағылады да осылай кескінделеді. Келесі ол біздің объекттің басынан басталып, осьтен өтіп, тура параллель, ол линзадан ортасынан өткендіктен ол тура өтетін болады, ешқалай сынбайды. Және үшінші сәулеміз ол біздің осы фокустан өтіп, объекттен алып, фокус арқылы өтіп, оның бас оптикалық оське келген кезде шағылып параллель кетеді. Үшеуінің қиылысқан жері біздің заттың кескінін береді. Міне біздің заттың кескіні осылай шықты. Бұл, значит, қараңыздар, бұл тура нақты болады, өйткені фокус мынау объекттің ішінде жатыр. Сондықтан бұл нақты болып табылады. Осы бұл, қазір қараңыз, мынаның биіктігі 2 см деп алсақ, мынаныкі қараңыздар 3 см болды уже. Бұл үлкейтілген деген сөз. Міне, үлкейтілген деген вариант уже бар. Одан кейін бұл төңкеріліп тұр. Төңкерілген. Және нақты дегеніміз жаңа айтқандай, фокус бас оптикалық оськпен объекттің арасында жатса, ол нақты болып табылады. Енді келесі жалған деген вариантты қарастырамыз. Ода былай болады. Біздің берілген объект міне, ал фокус міне сыртта жатыр. Көрдіңіздер ғой, фокус сыртта жатса, бұл жалған деген сөз. Бұл барлығын бағанағыдай сызып аламыз, тура осылай. Соның кескінін артқа қарай сызамыз. Егер үшінші фокус арқылы өтетінді сыза алмайтын болсақ, бізге 2 сәуленің өзі де жетеді, өйткені 2 сәуле қиылысқан жерді белгілеп, сол жерге объекттің кескінін сыза салуға болады. Міне, біріншісі оптикалық оськпен өтті. Ол сынған жоқ. Соның кескіні артта болып жатады. Мынаның бас осьтен былай қарай өтті, сынбады. Осының кескінін қайтадан артқа саламыз. Өйткені бұның фокусы артта тұр. Міне, артқа қарай саламыз. Және келесі объекттен бас оптикалық оське параллель келеді. Линзаға келіп сынып, былай қарай, мына жерде фокус бізде 6 см жерде тұр. Сол фокусқа дейін апарамыз. Осы фокустан оның кескінін қайтадан тура сызықпен, линейкамен артқа қарай сызып аламыз. Сол кезде мына 2 кескіннің кескіні дейміз ба, сол екеуі қиылысады. Сол жерде біз линзада кескінделген, жалған, тура, үлкейтілген түрде ала аламыз. Міне, осы біздің бүгінгі өткен тақырыбымыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, Telegram каналға жазасыздар.